Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Балнұр. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі өте дәмді булочка синабон жасаймыз. Ең әуелі каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бірінші, жылы сүт қажет болады. Сүтіміз жылы болу маңызды. Содан соң қанттың жарты бөлігін қосамыз. 100 граммнан 50 граммын сүтке қосып, қанты ерігенше жақсылап араластырып алыңыздар. Содан соң үстінен 1,5 шай қасық ашытқы салатын боламыз. Ашытқының мерзіміне қарап қоссаңыздар болады, өйткені мерзімі өтіп кеткен ашытқы болса, дұрыс шықпайтын болады. Сол себептен жаңадан ашылған ашытқыны қолдануға кеңес беремін. Бетін жауып қоямыз. Енді бөлек ыдысқа 2 жұмыртқамызды саламыз. Қалған қанттың бөлігін, яғни 50 грамм салып, екеуін біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай біркелкі масса болды. Енді міне қараңыздар, біздің апарамыз дайын болды. Ашытқы мерзімінен өтпеген болса, осылай күшті болып көтеріледі. Бір рет араластырып, үстінен ерітілген сары майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Және де жаңағы қантпен араласқан жұмыртқалы массамызды салып, тағы да араластырамыз. Сосын еленген ұнымызды үстінен салып, ең әуелі қасықпен немесе венчикпен жақсылап араластырып алыңыздар. Араластырып, қолға жабысатындай өте жұмсақ қамыр дайын болады. Ұнды 500 немесе 550 грамм шамасында саламыз. Ары қарай қолымызбен қамырымызды иілеп шығамыз. Енді ішіне салғанға салмасын дайындаймыз. Таза ыдысымызға қант саламыз, үстіне мақ қосамыз. Негізгі синабонның рецептісі бойынша корица қосылады. Бізде корицаны отбасымызда ешкім ұнатпайды, сол себептен орнын макпен алмастырдым. Міне қараңыздар, біздің қамырымыз 1 сағат шамасында көтеріліп шықты. Енді осы қамырды жақсылап жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымыздың барлығын біркелкі етіп жайып алдық. Енді қамырдың үстіне еріп тұрған бөлме температурасындағы сары майды жағып шығамыз. Ерітілген сары майды қолданбаңыздар, өйткені ораған кезде кішкене еріп кетуі мүмкін, орауға ыңғайсыз болады. Сол себепті біз осылай бөлме температурасындағы сары майды жұқалап біркелкі етіп жайып шығамыз. Және жаңағы алдын ала дайындап қойған начинкамызды, яғни қантпен макты араластырып, ішіне саламыз. Барлық жеріне біркелкі етіп жайып шығамыз. Жаңа айтып өткендей, тек қанттың өзімен алмастырып салсаңыздар болады. Негізгі синабонның рецептісі бойынша корица қосылады. Егер де корицаны ұнататын болсаңыздар, корицамен жасасаңыздар болады. Енді осылай рулет тәріздес етіп, кішкене қысыңқырап, орап шығатын боламыз. Жақсылап нығыздап, орап аламыз.
Егер сіздерге мак ұнамайтын болса, тек қана қант қосып жасауға болады. Енді пышақпен осылай кесіп шығамыз. Міне қараңыздар, осындай қалыңдықта барлығын бірдей етіп кесеміз. Енді противенге орналастырамыз. Арасын кішкене алшақ етіп қойыңыздар. Қазір бұл көтерілген кезде бір-біріне жақындай түседі. Енді барлығын қойып, үстін жауып, тағы да жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Сол кезде тағы да әдемі болып, томпайып көтеріліп шығады. Оған дейін біз бетіне крем, яғни помадкасын дайындайтын боламыз. Бізге керегі 20% қаймақ қажет болады және үстінен қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Міне, осымен біздің помадкамыз, яғни креміміз дайын. Енді 180 градусқа пешке салып 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Қараңыздар, булочкалар қып-қызыл күшті болып пісіп шықты. Осылай ыстық күйіне бетіне помадкасын жағып шығамыз, яғни кремін жағамыз. Сонда араларына кіріп, біздің креміміз еріп, одан сайын дәмді болып шығады. Барлығын ыстық күйінде толықтай жағып шығыңыздар. Толық рецептісін мен описание бөліміне қалдырып кеттім. Сол жерден қарап, жасап көріңіздер. Міне осымен біздің өте дәмді синабондарымыз дайын. Бұл булочкалардың ішінде ең дәмдісі десем де қателеспеймін. Каналға тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ендігі кезекте жолдасымның пікірін тыңдаңыздар. Кеш жарық, құрметті достар. Келіншегім мынандай тәтті, өте дәмді синабон жасапты. Мен өмірімде негізі тәтті жеген адам емеспін. То есть жегем, бірақ тәттіге құмар адам емеспін. Бірақ білмеймін, как-то мына келіншегімнің жасаған синабоны өте қатты ұнады. Прям дәмді. Бірінші рет мынандай бір ләззат алып жейді дейді ғой адамдар. Сондай нәрсені бірінші рет сезініп тұрмын ше. Бүгін бірінші рет жейін деп алдым. Жаңа біреуін жеген, өте дәмді прям. Прям қатты ұнады. Қолына деп бермесін. Дәмді. Сіздер де істеп, жасап көрсеңіздер болады. Күйеулеріңізге ұнайды. Прям керемет болған.